бізде екі оқушы қосылмай тұр. Біреуі Жүсіп Ескендір, екіншісі Жаңыл Қалетаева. Әлі бізге сабаққа қосылған жоқ, бірақ онлайн отыр. Жарайды. Барлығы 22 оқушы. Оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге 1 сағат 20 минуттық, 1 сағаттық, яғни 20 минуттық сабағымызды бастаймыз. Сіздерге менің экран көрініп тұр ма? Жоқ. Жоқ, көрініп тұр. Енді ше. Көрініп тұр ма енді? Я көрініп тұр. Көрінді, я? Кім Дауыста бір ақау болып жатыр. көпшілігіміз соткамен отырмыз ғой дейм, иә? Плохое качество сидит. Кішкене сеть Wi-Fi дұрыс болмай тұр ғой дейм, иә? Жоқ. Жақсы. Ондай болса сабақтың мақсатын қазір Шернияз оқып жіберіңізші. Қоғамдық, саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, кең көлемді монолог дайындау. Жақсы. Ондай болса, бүгінгі сабақтың мақсатына не істесек жетеді екенбіз? Егер монолог дайындасақ, сабақ мақсатына жетеміз. Өте жақсы. Қазір екінші слайдты көрсетейін. Осы екінші слайд бойынша 3 оқушы сөйлейді. 3 оқушы, бұлар бізде Жәмила, Шыңғыс, Мақсат. Жәмила, Шыңғыс, Мақсат. Осы слайд бойынша сөйлеп жіберсеңіздер. Сәлеметсіз бе? Екінші слайдты оқиын ба? Иә. Еліңнің тарихы, сенің тарихың. Қазақстанның жаңа есімдері жобасының мақсаты. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның дамуына елеулі үлес қосқан адамдардың тарихы мысалында табыстылық, бәсекеге қабілеттілік, прагматизм және білімге табыну идеяларын ілгерілету болып табылады. Жоба басталғалы бері 5000-нан астам адам қатысқан адамдардың тарихын айтып, мен көрмей тұрмын, кішкене кедергі жасап жатыр. Жарайды, ары қарай айта беріңіз. Енді мұнда не тұр, мынау жерде не тұр? Қандай белгісі? Қазақстанның 100 жаңа есімі. Онда не бар екен? Қандай салалары бар екен, болмаса критериялар? Бұл сайт Қазақстанның дамуына үлес қосқан адамдардың аттарын қарастырған екен. Яғни, мына жақта жобаның аты Қазақстанның 100 жаңа есім. Сол сайтта осы жобаға қатысатын қатысушыларды қарауға болады. Олардың арасында жеңімпаздарды да табуға болады. Егер басқа адамдар оған қатысқысы келсе, олар қатысу критерийлері бойынша соған қатыса алады. Тамаша, өте жақсы. Жауабыңыз ұнады, Жәмила. Мақсат? Шыңғыс, қайсыңыз дайынсыз? Қосымша не айтасыз? Бұл жерде елің тарихы, сен тарихың деп жазылған. Және осы парақшада жоба туралы деп тұр. Демек, бұл жобаға осы тақырып ұнаған адамда, кейбір адамдарға осы тақырып ұнайды, тарихшыларға мысалы. Және сол адамдар осы жобаға еркін қатыса алады. Өте жақсы. Тақырыптан бастағаныңыз өте жақсы болды. Рахмет. Келесі. Мақсат?
Мақсат бар ма, жоқ па? Мақсат үндемейді, сабақта жоқ сияқты. Барлығын айтып кетті ғой, не қосарымды білмеймін. Енді сайтқа назар аударыңыз, сілтемеге назар аударыңыз. KZ, ру деген нәрсеге назар аударыңыз. Сайттың сілтемесіне назар аударсаңыз. Менің түсінгенім ол тек қана осы 100 жаңа есім жобасы жайлы басқа бір тақырып. Болды Және ма? соны біз сабақ барысында ашып кішкене жаңа ақпарат іздейтін боламыз. Жақсы. KZ, ру дегеннен кейін бұл яғни екі тілде де болады, иә? Мен орысша білмеймін деп қоя қоймаймыз. Немесе мен қазақша білмеймін демейміз. Бұл екі тілде де жүретін жоба. Содан бұның арнайы сайты бар екен, иә? Жақсы. Ондай болса бізде белгілі танымал Саясат Нұрбек деген саясаттанушы кісі бар екен. Бұл кісі ұлттық қоғамдық сенім кеңесі. Осы жерде Айымжан барсыз ба? Оқу жеңізші. Бұл кісі не дейді екен? 100 жаңа есім деген жоба бойынша. Айымжан, байланыс қалай? Қордайдан связь болмай тұр ғой деймін, Так. Перизат. Жақын жердесіз ба? Иә. Оқи ғой. Анам. Саясат Нұрбек, саясаттанушы, ұлттық қоғамның сенім кеңесінің мүшесі. Қазіргі заман адамының, әсіресе жастардың, жас буынның өзіндік теориясы бар. Оларға нақты үлгі керек. Орта буын өкілдері идеяны, белгілі бір концепцияны үлгі тұта алса, бүгінгі буын үшін ол аздық етеді. Құр ұрған күнделікті сөз жастарды толыққанды шабыттандыра алмайды. Нақты үлгі деген кім? Ол Марк Цукерберг, Илон Маск, Стив Джобс секілді өздері күнделікті көріп дүниелерін қолмен ұстап, пікірін оқып, жұмыстарын бақылап отырған адамдар. Бұл тізілгендер шетелдік брендтер. Бізге өз брендіміз, үлгіміз керек. Өздері секілді Қазақстанда туған, оқыған, жұмыс істейтін адамның жеткен жетістіктері жас буынға шынымен үлгі бола алады. Медианың жасап қойғаны, көрсеткені секілді жетістікке жетудің оңай емес екенін, ол үшін қажырлы еңбек ете білу керек екенін толықтай түсіндіріп, олардың өзіне деген сенімін қалыптастыра алады. Кез келген сала бойынша нақты үлгінің болуы, әлеуметке белгісіз есімдердің біз көп көңіл аудара бермейтін салалардағы үздіктердің бейнесі сол саланың дами түсуіне, сол салада жас қазақстандықтардың қызмет ете бастауына үлкен себеп болар еді. Осы үш негізгі бағыт бойынша Қазақстанның 100 жаңа есімі әлде қайда ауқымды, әлде қайда табысты жоба деп білемін. Бұл кісі өзіміздің отандық қазақстандық брендті, өзіміздің жастарға үлгі болатындай адамдарды немесе бастауларды қолдау керек деп ойлайды. Жақсы. Ондай болса, мына чатқа біз ендеше олай болса деп басталатын сөйлемдерімізді қатысушылардың барлығы жазамыз. Чатқа жазамыз. Ендеше олай болса деген Саясат Нұрбектің сөзіне қорытынды жасаймыз. Чатқа жазып бастаймыз, иә? Оған дейін мен мына үш оқушыға соңғы 2 слайдты салыстырып сөйлеуді ұсынамын. Бұл бізде Айсұлу, Сая, Жаңыл. Қосылды ма Жаңыл? Жаңыл қосылмай тұрса. Қосылдым. Жақсы. Ондай болса, мына 4-өңіз Мадлена 1, Сая 2, Жаңыл 3, сосын 4-шісі Айсұлу. Так, сөйлейміз. Басқаларымыз осы жаңа мәліметтерді бізге жоспар жасауға, аргументативті эссе жасауға қажетті болғандықтан мәліметтерді түртіп алып отырамыз.
қазір мен басқаларыңыздан чатта жауап күтемін. Ал сіздер сөйлей беріңіздер. Бірінші слайд көрініп тұр ғой, иә? Кімде көрінбесе, слайд публикация үлкейте деген жерде менде көрінбей тұр, үлкейте аласыз ба? көрінді менде. Иә. Ал жақсы, бастап айта беріңіз. Кім дайын? Сая. 2017 жылы барлығы 2098 адам өзінің есімдерін тарихта қалдыру мақсатында өтінім жариялады осы 100 жаңа есімге. Және сол байқаудың басшылары тек 102 жеңімпазды таңдады. Солардың ішінде бұл жерде әрбір облыстардан қанша адам қабылданғаны көрсетілген. Ең көп 100 жаңа есім енгізілген облыс ол Қостанай облысы болатын. Және екінші бағынға келетін болсақ, онда әрбір салалардан қанша адамның есімі жазылғаны көрсетілген. Бұл жақта қоғам және мәдениет салалары көш бастап тұр. Демек, осы салаларда адамдар өздерінің есімдерін қалдырған және басқа қазақстандықтарға мотивация беру мақсатында өзінің тарихымен бөліскен болатын. Өте жақсы. Мынау алдыңғы тақырыппен байланыстырғаныңыз жақсы болды. Қазақстан тарихында өзіндік орнын қалдыру үшін деп, керемет пафос, рахмет. Байқаудың ұйымдастырушылары 102 жеңімпазды анықтады. Деп айтсаңыз жақсы болатын еді, басшылары дегеннен гөрі. Өте жақсы. Рахмет. Келесі оқушы айтады ма? Келесі кім дайын? Айта берейін апай. Айта ғой. 2017 жылы бастауын алған Қазақстанның 100 жаңа есім атты жобасы ең алдымен түрлі салалардағы жас ұрпақтың жеткен жетістіктерін белгілеуге өте үлкен көмек болды деп есептеймін. Жалпы 2098 адам өзінің жаңа бір идеяларымен көзге танылуға тырысты. Бұл Қазақстанның жас ұрпақтарының арасында активист жас түлектердің көптігін көрсетеді және қай облыста, қай жерде болмасын адамдар жас ұрпақтың үнемі инновация және жаңа жетістіктерге жетуге талпынып жатқандығын көрсетіп тұр. Спорт болсын, ғылым мен мәдениет болсын, қай салада да қай саланы өз жанына жақын таңдап тұрған жас адамдар бұл жерде жаңа жетістіктерге жетіп жатыр. Және бұл жобаны қолдаған адамдар да өте көп, өйткені 1 миллионнан аса адам дауыс беріп, топты жарған 102 жеңімпазды анықтауға көмегін, септігін тигізді деп есептеймін. Жалпы Қазақстанның 100 жаңа есімі атты жоба адамдардың жас ұрпақтың арасында өздерімен жасты адамдардың қандай жетістіктерге жетіп жатқандығын нақты көрсету арқылы Қазақстанның жалпы жас буынына белгілі бір мотивация берді. Жақсы, өте жақсы. 2017 жылы бастау алған, деп, сосын жоба миллиондаған адамдарға
қолдау көрсеткендігін, миллиондаған адамдардың қолдау көрсеткендігін өте жақсы атап өттіңіз. Сосын мына жерде қайтер екен деп едім. 2098 сол жайында айтқан сөйлеміңізде өте сәтті ситуациядан шығып кеттіңіз. Тіреліп қалам екен деп едім, бөгелмедіңіз. Молодец. Келесі Айсұлу мен кім қалды? Мадлена. 2018 бойынша. Кәнеке, Айсұлу, Мадлена. Болмаса кім сөйлеймін дейді? Кәнеке. Ернар барсың ба? Сабақта бар ғой Ернар, иә? 2018 жылы Қазақстанның 100 жаңа есімі атты жобасына Қазақстанның әрбір түпкірінен әртүрлі белестерді асқан 1111 адам қатысқан болатын. Және де ең көп қатысушылар болған саласы қоғам саласы. Және де миллионға жуық адамдар өздерінің дауысын беріп, сол 29 жеңімпазды бірге таңдаған болатын. Жақсы. Әртүрлі белесті асқан дедіңіз, иә? Өте жақсы. Миллионға жуық деп болжалдық сан есімді қолдандыңыз. Тамаша. Әрі қарай келесі оқушымыз 2018. Тыңдап тұрмын. Айсұлу ғой сөйлеген, иә? Иә. Келесі. Мадлена қалды ғой деймін. Ернар барсың ба? Ескендір бар. Ернар үндемеді. Ескендір үндемеді. Так. Жақсы. Ондай болса, бүгінгі сабақтағы 3-2-1. 3 дегеніміз маңызды аспекті, 2 білгің келген нәрсе, 1 түсініксіз мәселе. Осыны чатқа жазып жіберек. Сосын егер кімдегім чатқа жазбаса, үндемесе, онда сабаққа қатысқан жоқ деп есептейміз. Енді тағы бір айта кетерлік нәрсе, үйге тапсырма. Осы сіздер қазір іріктеп жазып алған мәліметтеріңіз бойынша жазатын мақалаңыздың жоспарын құрып келесіздер. Үй тапсырмасы ертең сағат түнгі 12-де өткізу аяқталады. Үй тапсырмасын өткізу аяқталады 12-де. Содан мен бір материал жібердім. Сол материалды ішіндегі мәліметті оқып, өшіріп тастап, аяқ жағына жазсаңыздар болады қайтадан. Жоспарды. Ол задание деген жерде тұр. Түсінікті ғой, иә? Апай, мақаланы қандай тақырыпта жазу керек? Сіз өзіңіз жазатын мақалаңыздың жоспарын жібересіз. Жарайды. Өзіңіз жазатын мақаланың жоспарын. Так, Айкен болады. Бекболат Айкен қандай жігерлендіру үшін керек? Апай, біз мақаланы өзіміз жазбаймыз, тек қана жоспарын ғана жібереміз, Тек иә? жоспарын құрып келеміз, аха. Сосын бүгінгі слайд сіздерде публикация деген жерде тұр. Тапсырмаларыңыз задание деген жерде тұр. Енді мына жерде сіздердің жауаптарыңызға назар аударайық. Ернар бар екенбіз ғой, иә? Олай болса, ұлттық брендтерді әлемге таныту керекпіз. Амина. Ендеше алғашқыда біз еліміздегі саудаға отандық брендтерді енгізіп, оларға қолдау жасау керекпіз дейді. Жарайды. Так, сіздерді мен смайликтермен бағалаймын жауаптарыңызды. 3-2-1. Кәнеке, бүгінгі сабақта маңызды білгім келген нәрсе, сосын түсініксіз мәселе. Осыларды жаза қойыңыздар чатқа. Көрін? Иә? Сонымен сабағымыз аяқталады. Кері байланыстарыңыз күтемін. Маңызды аспект, білгім келген нәрсе, сосын бір түсініксіз, яғни сұрақ. Жақсы. Сау болыңыздар.
кері байланыстарыңызды чатта күтемін.